Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен бірге мен Үміт Амангелді. Бүгін өте керемет, ауызда еритін, әрдайым классикаға айналған веб-пай тортын бірге жасайтын боламыз. Торттың кейбір сәттерін жіберіп алмау үшін видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркеле кетіңіздер. Ең алдымен біз сары майымызды және қара шоколадымызды астына су қойып ерітіп аламыз. Келесі бөлме температурасындағы жұмыртқамызға шым-шым тұз салып, біртіндеп қант сала отырып, аппақ көпіршік қылып көпіртіп аламыз. Кез келген бисквиттің қағидаларының бірі ол жұмыртқаңыз міндетті түрде бөлме температурасында болу қажет, және де міндетті түрде тұз салуды ұмытпаңыз. Одан кейін келесі қағидалардың бірі шекерді, яғни қантымызды біртіндеп сала отыру және миксеріміздің жылдамдығын біртіндеп көтеру. Егер шекеріңізді бірден салатын болсаңыз, дұрыс көпірмей қалуы мүмкін. Міне осындай аппақ көпіршік қылып көпіртіп аламыз. Өте керемет, воздушный, жеңіл болып шығады. Осы массамызға енді қою заттарымызды, құрғақ заттарымызды саламыз. Ол менде қопсытқыш, какао және ұн. Барлығын електен өткізе отырып, бұны да біртіндеп саламыз, бірден емес. Әрдайым құрғақ заттан бастап, құрғақ заттан аяқтаймыз. Яғни бірінші ұнымыз, құрғақ заттарымызды саламыз. Келесіде еріткен жаңағы майымыз бен шоколадымызды құямыз. Одан кейін тағы да құрғақ зат, сөйтіп бірнеше бөлікке бөліп, аяғында міндетті түрде құрғақ заттардан аяқтауымыз қажет. Бұл веб-пайымыздың қағидаларының бірі. Достар, осы сәтте естеріңізге салайын, егер видео және каналым ұнап отырса, міндетті түрде каналға жазылып, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Бұдан да басқа керемет көптеген рецепттер салынатын болады, және де видеоны жоғалтып алмас үшін қоңырауды баса отырыңыздар. Мен отбасындағы қандай да бір мереке, туған күндер болсын, міндетті түрде тортты өзім жасауға тырысамын. Себебі бұл өте арзанға түседі және сенімді, дүкендегіден қарағанда дәмдірек болады. Өздеріңіз көріп отырғандай торт пісіру ол ондай қиын емес. Бастысы көңіл күймен бастасаңыз, барлығы да сәтті шығады. Осылай араластыра отырып, ең соңында құрғақ заттармен аяқтадым. Жақсылап араластырамыз және де біздің корждарымыздың массасы түсіп кетпеуін қадағалаймыз. Одан кейін мен бүгін тортымды үлкен сантиметрлік формада пісіруге шештім. Себебі біздің отбасымыз үлкен болғандықтан 30 сантиметрлік форманы алдым. Ал егер сіз одан 24-22 алатын болсаңыз, сіздің корждарыңыз саны көбірек әрі үлкендеу болып шығады тортыңыз. Мен өзіміздің отбасымызға арнап пісіргендіктен осындай үлкен торт қылып жасадым. Және де осылай белгілеп аламыз пергаментімізге. Содан кейін әр коржға 4-5 қасықтан салып отырдым. Менде барлығы 3 корж шықты, барлығын кезек-кезегімен 180 градуста пісіріп алдым. Және де сливкиімізге қант қоспаймын. Мен бұл жолы қойытылған сүтті қосуды жөн көрдім. Және бірден тоңазытқыштан алынған сливкиімізді еш нәрсе қоспай, миксерімізбен жақсылап көпіртіп алдым. Сливкиміздің де жылдамдығын біртіндеп көтереміз. Және де тағы бір қағида, сливкиді өте көп қатты көпіртудің қажеті жоқ. Себебі біздің креміміз дұрыс шықпай қалады. Жақсылап көпіріп қоюлана бастаған сәтте сүзбелі ірімшігімізді қосып, екеуін бірге көпіртетін боламыз. Сүзбелі ірімшігімізде бірден тоңазытқыштан болу қажет. Және миксеріміздің жылдамдығын біртіндеп азайтамыз. Себебі біз қатты көпірту қажет емес бұл сәтте. Егер байқаусызда қатты көпіртіп қойсаңыз, қарапайым сүтті қоса отырып, массамызды кішкене өзімізге ыңғайлы етіп жасап алуға болады. Осы кезде мен қойытылған сүтті қостым. Сіз қаласаңыз 150 граммдай қант ұнтағын қоссаңыз болады.
барлығын жақсылап араластырып аламыз. Осы сәтте егерде сіздің креміңізде көпіршіктер ішінде көп болса, аз сүт қосып жіберіңіз. Қатты көпіріп кеткен сливкидің құрамы дұрыс болмай қалады, онда тортымызға сіңбей қалады. Әрі тоңазытқышқа салған сәтте тортымыздың дәмі де басқаша болып шығады. Сондықтан біздің консистенциямыз дәл видеодағыдай болып шығу қажет. Одан кейін осындай насаткамен, домалақ насаткамызды алып, видеодағыдай осылай жинап шығамыз тортымызды. Егер насатка болмаған жағдайда, жай ғана осындай пакетигімізге салып, осылай жинап алсақ та болады. Қасықпен осылай ортасын тегістей отырып, келесі коржымызды саламыз. Менде тағы да еске сала кетейін, мұнда корждарының диаметрі өте үлкен. Егер сіз диаметрін сәл кішірейтсеңіз, онда сіздің коржыңыздың саны да көтерілуі де өте биік, әрі саны да көбірек болып шығады. Осылай рет-ретімен жинап алдық, және де шоколадымызға рецептте көрсетілген мөлшердегі сливкимізді қосып, ерітіп, бетіне құйып алдым. Егер сливки болмаған жағдайда сүт мөлшермен де осылай ерітіп алсаңыз болады. Ол міндетті түрде жаңағындай астына су қойып еріту, немесе микроволновкаға салып ерітіп алу қажет. Және де өз қалауыңызша торттың бетін осылай әрлеп аласыз. Содан кейін кемінде тоңазытқышқа 2-3 сағатқа сіңуге қойып қоясыз. Содан кейін тортымыз дайын. Сіздерге ұнады деген үміттемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл берілген рецепттердің ішіндегі ең оңай рецепттердің бірі. Жасалуы да қиын емес. Сіздерге кеңес беремін. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.